сәлеметсіздер ме оқушылар? 9 сыныпта қазақ әдебиеті пәнінен мәңгілік ел, мәңгілік мұрат атты үлкен бөлімді бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Несіпбек Айтұлының өмірі мен шығармашылығы. Оқу мақсаты автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау. Олай болса, мәңгілік ел туралы мына видеоны тамашалайық. Ел өмірі әрбір жаңа ұрпақ келген сайын ұзара түспек. Сондықтан елдің мәңгілігі туралы арманнан асқан биік ұғым жоқ. Мәңгілік ел ертеңгі күнге жол сілтейтін, болашаққа сенім білдіретін идея. Ол мызғымас тұрақтылықтың символы. Бірнеше ғана сөздер тізбегі. Елбасының үндеуіндегі мәңгілік ел идеясының негізі қысқа да нұсқа осылай мазмұндалады. Ал бізге артық сөздің қажеті де жоқ. Себебі идеяның түбірлі құндылығы оның материалдық негізінен әлде қайда үстем. Мыңжылдықтар бойында қаншама ұрпақ кешіп өткен өмірлік тәжірибе, олардың ізденісі мен ұмтылысы, жеңілісі мен жеңісі, шері мен қуанышы, дәстүрі мен мәдениеті, жеріне деген сүйіспеншілігі, бабалар рухына деген құрметі идеяның материалдық құрылысының негізі болды. Мәңгілік елдің 7 негізгі басымдығы мемлекеттің барлық маңызды салаларын, жаңа туған нәрестеден егде қарттарымызға дейінгі әрбір қазақстандықтың өмірлік қажеттіліктерін ескерген. Қазақ халқының даналығы, тарих жадын қадірлеп, ата-бабалары мұратын айрықша қастерлейтіндігімен ерекшеленеді. Осы тұрғыда ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім бөлімі басты басымдыққа айналды. Тарих осы бір ел аумағында 125 ұлттың тағдырын біріктірді. Басқалар үшін апаттық жағдай туғызуы мүмкін жайт біздің бірлігіміздің, жан-жақтылығымыздың және ерекшелігіміздің өлшеміне айналып отыр. 100-ден астам ұлт өкілдерінің біріккен әмбебап әлеуеті мемлекеттің алға қойған мақсаттарына мерзімінен бұрын серпін жасай алатынына кепілдік береді. Мәңгілік ел идеясының екінші ең маңызды нүктесі жалпыға ортақ еңбек қоғамы болып табылады. Қандай да бір байлық пен әлеуетке ие бола отырып, кез келген бір мақсатқа жету үшін аянбай еңбек ету қажет. Әрбір еңбектенуші азамат өз міндеттемесі мен мамандығына қарамастан мемлекет өміріндегі маңызды іске ат салысушы болып табылады. Бізге Қазақстанның жаңа тарихын құру миссиясы берілді. Қай кезде де алғашқы қадамдар жасау, бастау қиын болып келеді. Ал құлдыраудан кейінгі жаңғыруға жасалатын алғашқы қадам одан да күрделірек. Жаңа әлемдік шарттар артта қалушыларға титтейде мүмкіндік бермей, тарихи тәртіп аясында қалдырып, мықтылардың өзін жаһандық сындарға ұшыратып отырады. Мұндай кезеңде біздің қандай да бір қателікке бой алдыруға, әлсіздік танытуға және бір кездері қолға алған борышымыздан бас тартуға хақымыз жоқ. Біз өз жер анамыздың тілін жүрегімізбен ұғынып, өзгелерде жоқ ерекшелігімізбен ұлы күшімізді сезіне білуіміз қажет. Мәңгілік ел болу, шектеусіз мүмкіндіктері бар, тәуелсіз, тұғыры биік, ғылым білімі дамыған, бірлігі жарасқан, алдыңғы қатарлы, жаңа замандағы әлем таныған алпауыт елге айналу. Сондықтан да мәңгілік әрі бәсекеге қабілетті ел болу үшін болашақ ұрпағымыз осы негіздегі мықты идеологияны бойына сіңірген болуы керек. Енді оқушылары Несіпбек Айтұлының өмірі мен шығармашылығымен танысып болайық. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы 22 қыркүйекте Қытай Халық Республикасында Тарбағатай аймағындағы Теректі ауылында дүниеге келген. 1962 жылы атамекенге оралған. 1974 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Республикалық Балдырған, Жалын, Жұлдыз журналдарында, Қазақ әдебиеті газетінде қызмет атқарған. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш, Жамбыл атындағы сыйлықтарының және Мақатаев сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері. Енді шығармаларымен таныс болсақ, жыр жинақтары Қозы көш, Жүректегі жаңғырықтар, Әке туралы сыр, Жаңбыр әні,
күміс күйме, қартаймайды күн неге, тағы да басқа. Өлеңдері бесік жыры, табалдырық, ошақ, үміт көбелегінде, бақанас біздің балалық, бозторғай жүрек, тағы да басқа. Поэмалары бас сүйектер, жасынның сынығы, найзағай, сардар, мұқағали желтоқсан, бәйтерек. Аудармалары түріктің 7 ғасырдағы өмір сүрген ұлы ақыны Жүніс Эмре, Қытайдың көне дәуір ақыны Бо Цзюдің, француз ақыны Родаридің және Барто тағы да басқа өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Үйге тапсырмаға ғаламтор желісінен Несіпбек Айтұлының өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтер тауып, дәптеріңізге жазып алыңыз. Және жоғарыда атап өткен өмірі мен шығармашылығына байланысты мәліметтерді де дәптерлеріңізге көшіріп жазып алыңыздар.